Жаратқанның бізге берген белгілерінен бір тоқталып кетпейік. Жаратқанның бізге берген белгілері істе көрінеді, білінеді. Біз оны сезінбейміз, білмейміз. Оны білмейміз. Оны сезуге де, білуге де талпынбаймыз. Сөйтеміз да, біз ертең алдымызда бір қиындықтар шықпаса, біз не жазып қойдым Құдайға, не қылып қойдым деп біз күфір қыламыз да. Бірақ әуелде бізге Алла Тағала түсіндірген, көрсеткен, сездірген. Соған біз ішкі түйсіктеріміз арқылы біз одан сабақ алмадық. Мысалға, қандай ішкі түйсіктер арқылы бізге сабақ? Мысалы, ертең өкініп қалма, ренжіп қалма деп бізге осы ақылды тыңдайтын адамдар жіберді. Ақылды. Сенің ақылың, сонда ақыл тыңдап оқып қалу үшін саған алдына бір адамдар жіберді. Не болмаса бір істе саған келеңсіз жағдайлар көрсетті, қиындықтар көрсетті, сонда сабақ алып қалсын деп. Біз оны елемейміз. Мысалға, тірлікте болсын, өмірде болсын, бүкіл ісімізде біз сабақ алатын істерге қарай талпынбаймыз. Сөйтіп біз тіпті түрлі мәселелерде біз өзімізді таппай жүреміз да сонда. Сонда негізгі мақсатымыз біздің Алла Тағала көрсеткен заңдылықтарды сезіп ұқсақ, біз сол жолда дұрыс жүрген боламыз. Егер де Алла Тағала бізге бір заңдылықтарды көрсетсе, ол заңдылықтарға біз бағынбасақ, біз не істейміз? Ертең бізге айтпады ғой дейді. Алла Тағала әуелден бүкіл ісің арқылы саған сен көрмейтін, көзіңде анық көрмейтін нәрсе, білмейтін нәрселер берді. Бірақ ол сен ішкі көру, ішкі адам көру, білу сезімдер арқылы, ішкі көру, білу сезімдер. Мысалы, сен бір нәрседен сабақ алсаң, сен сол нәрседен сен не алдың? Ішкі көру қабілетін аштың. Сен егер де ол сабақ алмадың, ертең ол өмірде қайталанады. Сондықтан біз күпірлік қылмау үшін Аллахтың бізге берген белгілерін ұғып біліп жүру керек. Әйтпесе, сен өзіңе керек болмасаң, сен ешкімге керек емессің да. Тіпті Алла Тағалаға да керек емессің. Sен мысалы далада қаңғырып, жұмыс істемей, әрекет қылмай жүретін болсаң, сен кімге керексің? Сен тіпті өзің қатын бала-шағаға да керек емессің. Сен оқымасаң, білмесең, сен тіпті мына қоғамда сен қоғамға керек емессің. Ертең сен намазды дұрыстап оқып, Аллахтың алдына бармасаң, сен тіпті Аллахқа да керек емессің. Тозаққа саласың болды. Көп нәрселерде бізге сұрақ жауап берілді. Тіпті көрсетіп қойды бәрін. Тіпті көрсетіп қойды. Біз соны сезіп, ұқсақ қана болған.